Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді және пайдалы өзімнің сүйікті салатымның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен піскен қызылшаны теркіден өткіземіз. Үлкен жағымен өткізсеңіздер де болады, мен орташа жағымен өткізіп жатырмын. Барлық затымызды осылай теркіден өткізетін боламыз. Одан соң сарымсақты, яғни чеснокты өткіземіз. Жаңғақты да мен теркіден өткіземін. Жаңғақты бірнеше бөлікке бөліп, пышақпен турап жасасаңыздар да болады. Барлығын теркіден өткізіп болғаннан соң қаймақты салып, жақсылап араластырамыз. Қаймақтың орнына майонез қоссаңыздар да болады. Осымен салатымыз дайын болды. Бұл салат өте пайдалы, иммунитетті көтереді және дәмі де керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәруменге толы өте пайдалы салат, міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығыңызға ас болсын.